Сіздермен бүгінгі өтілетін тақырыбымыз екі айнымасы бар сызықтық теңдеулері жүйесін қосу тәсілімен шешеміз. Ол бізде оқулықтың 201 бетінде. Мен екі есеп алдым. Осы екі есепті қосу тәсілімен шығарып көрейік. Қосу тәсілімен қалай шығарамыз? Ол үшін мынау екі айнымалылардың алдына қараймыз. Бос мүше 9, 27-лер әлдеқашан теңдіктің оң жағына көшіріліп дайын тұр. Енді қараймыз, x айнымалылардың алды 2 мен 4 әртүрлі сан екен. Ал y-тердің алды -3 пен 3, яғни коэффициенттер деген сөз, қарама-қарсы сандар екен. Біз білеміз, қарама-қарсы сандарды қосқан кезде бірін-бірі жойып кететін. Сондықтан біз осы жерде осы y-ге қатысты қосу амалын қолданамыз. Себебі y-дің қосу, осы былай мына жағына алып қояйын. Осы екі теңдеуді қосып көрейік. Қоссақ, мүшелері сәйкесінше x-ті x-ге, y-ті y-ге қосамыз деген сөз. Сонда 2x-ті 4y-ге қоссақ, 6x болады. 2x-ті 4x қоссақ 6x болады. Ал -3 пен +3 олар бір жойылып кетеді. Сол кезде y қалмай, 9-ға 27-ні 9-ға қоссақ, 36 болады. Содан кейін x табамыз, x тең 36-ны 6-ға бөлеміз, 6 шықты. Міне, тым жеңіл шығарылуы. Содан кейін енді бір ғана айнымалыны тауып алдық қой, екінші айнымалыны апарып, кез келген теңдеудің орнына қоямыз, не біріншісіне, не екіншісіне. Қайсына қойсаң да бәрібір. Кішкене өзің ыңғайлы болса, жеңілдеуіне қойсаң болады. Мен біріншісіне апарып қояйын. x-ім 6 болды, сонда 2 көбейту 6, азайту 3y тең 9. Онда -3y тең 2-ді 6-ны көбейтсең 12, 12 ар жаққа барады, 9-дан азайтылады, -3 қалады. Y тең 1. Сонда осы теңдеулер жүйесінің шешімі x-іміз 6, y-іміз 1 екен. Болды. Келесі екінші есепті көрейік. Бұл жерде де қоса аламыз ба? Бұл жерде қосу үшін қараймыз алдына x-тердің 7 мен 5 коэффициенті. Ал y-дің коэффициенті +2 мен +2. Таңбалар бірдей. Жаңа алғашқы есепте таңбалар әртүрлі болды y-тердің. Сол үшін біз қосқан кезде жоғалып кетті. Бұл жерде таңбалар бірдей болып тұр. Онда қоса аламыз ба? Онда қоссақ көбейеді керісінше 4x болып. Сол үшін мен бұл есепті азайтып көрейін. Азайту амалы да қосу амалымен бірдей орындалады. Сонда 7x-тен 5x-ті азайсақ, ол 2x қалады. 2x-тен 2x-ті азайсақ 0, тең 9-дан 11-ді азайсақ -2. Онда x тең -2-ні 2-ге бөлсең -1. Ары қарай, енді бір белгісізді тауып алдық, апарып кез келген біреудің орнына қой. Екіншісіне қояйын. 5 көбейту -1 қосу 2y тең 11. Онда 2y тең 11-ден -5 ары қарай +5 болып барады да 16 болады, қосылады. Сонда y тең 8. Екі белгісізді таптым. Бұл есептің шешімі сонда -1-де 8 деген сандар жұп екен. Міне, осылай қараймыз. Дәл солай, мына екі есепте де y-ге байланысты болып қалыпты. X болса да сонда x-тердің алды егер бірдей болып тұрса, онда да осылай орындай беруге болады. Бір белгісіне байланысты, бір айнымалыға байланысты қосу тәсілін орындай береміз. Осылай жеңіл шешіледі. Келесі мәтінде есеп айтады. Қорада жүрген лақтар мен тауықтардың бастарын санағанда 17 шықты дейді. Онда бастары лақ болса да тауық болса да бір бастан болады. Сонда лақты біз x десек, тауықты y, өйткені екі түрлі жануар жүр. Олардың бастарының саны 17 болды. Ал аяқтарын санасақ 46 дейді. Онда лақта біз білеміз 4 аяқ болатын, ал тауықта 2 аяқ болады. Оларды санаған кезде саны 46 болды дейді. Міне, осылай сөйлем-сөйлеммен теңдеулер жүйесін өзіміз құрып аламыз. Ол мәтінді есепке қайта бір айтып шығайын. Лақтар мен тауықтардың бастарының саны 17, аяқтардың саны 46 дейді. Біз лақта 4 аяқ болатын, тауықта 2 аяқ болатын ескере отырып теңдеулер жүйесін құрып аламыз. Енді осы теңдеулер жүйесін біз үйренген алмастыру тәсілімен де шешуге болады. Немесе бүгінгі өтіліп атқан қосу тәсілімен де шешуге болады. Біз енді тақырыпқа байланысты қосу тәсілімен шешейік. Сонымен мына жерде біз қарасақ x-тің алды 1, 4 коэффициенті әртүрлі. Y-тігі 1,
плюс 2 болып тұр. Ұқсамайды. Біз айтқанбыз осының анда, олар бірдей болу керек жойып жіберу үшін деген. Қоссаң да азайтсаң да, мұнда бірдей емес. Ол үшін не x-тің алдын, не y-тің алдын бірдей санға келтіріп алу керек. Мен x-тің алдын келтірейін. X-ке онда не жетіспейді? 4 жетіспейді. Сондықтан осы теңдеуге 4-ті көбейтіп беремін. Сонда теңдеуім өзгеріп басқаша түрге ауысады. 4-ті көбейсем 4x болады. Әр біреуіне көбейтіп шығамыз. Қосу 4y болады. Тең 68 болады. 17-ге 4-ті көбейткен кезде. Енді ары қарай екінші теңдеуді астына жазып алайын. Оған ештеңе істемедім. Жаңа теңдеулер жүйесі құрылды. Біріншісімен екіншісіне қарасақ, енді x-тердің алды бірдей болды. Енді біз жаңа қосу тәсілін қолданамыз. Немесе мынаға минус 1-ді көбейтіп жіберіп, сонда мынаның алды минус болады да бірден қоса беруге болады. Немесе азайттық деп есептей берейік. Азайттық. Сол кезде азайсақ та 4x-тен 4x азайсақ 0 қалады. Сол бойынша азайсақ 4y-тен 2y азайсақ 2y қалады. Тең 68-ден 46-ны азайтамыз, 22 қалады екен. Онда y тең 22-ні 2-ге бөлсек 11 болады. Бір белгісі тауып алдық, бізде x деп отырғанымыз 2 аяғы бар. Ол бізде тауықтар саны 11 екен. Ал қояндар саны табу керек болса, осы екі теңдеудің біреуіне апарып қоямыз. Бірінші теңдеуге апарып қойғаным оңай болады. Апарып қояйық. X қосу 11 тең 17. Онда x тең 17-тен 11-ді азайтамыз 6. Яғни тауық саны 11. Ал лақтар ма, қояндар десек те, лақтар десек те, ол 6 болады екен. Міне, осылай қосу тәсілінен пайдаланып есепті шешуге болады.